Сәлем, бүгін сіздермен ақша жайлы, именно ақшаға қандай блоктар бөгет болады психологиялық, сол туралы сөйлесетін боламыз. Негізі бұл сұрақ қаншалықты қазіргі күнде бұл туралы контенттер өте көп, табыс тапқың келсе, ақша тапқың келсе, миллиондар тапқың келсе, миллиардтар тапқың келсе деген сияқты, Бірақ та мен сіздерге миллион табу үшін, 10 миллион табу үшін деген сияқты жаңағы ешқандай реклама жасамаймын. Мен сіздерге тек қана психологиялық тұрғыдан не бөгет болады табыс табуға, сол туралы айтатын боламын. Бұл сұрақ көп әйелдерден келеді бүгінгі күнде. Неге? Өйткені көбісі өзінің жаңағы күйеуінен тәуелді болғысы келмейді. Біреулер өзінің жаңағы ісінден шаршады, басқа бір іс бастағысы келеді, өзіне жұмыс істегісі келеді. Біреулер күйеуінің қаржысы жетпей жатады деген сияқты да. А біреулер просто уже хочет развиваться, кәдімгідей табыс тауып, шетелге саяхаттап, үй алып деген сияқты бір арман мақсаттарына жеткісі келеді. Сондықтан бұл өте маңызды сұрақ, сондықтан бұл сұрақты психологиялық жағынан тағы да бір талқылап айтқым келеді. Негізі ең бірінші мысалы айтатын болсақ, сіз табыс табуға шешім қабылдадыңыз. Ақша табуға шешім қабылдадыңыз. Мысалы айтайық, мен не істеймін? Мен қазір барып Турциядан товар алып келем деп шешім қабылдайсыз. Қазір бір сауда жасаймын деп шешім қабылдайсыз. Одан кейін әрекетке көше бастайсыз. Яғни кредит аласыз или біреуден қарызға ақша аласыз деген сияқты. Сөйтіп бірінші товарыңызды алып келесіз. Сіз енді ғана жаңағы бастап жатырсыз. Сіз көп әрекетті білмейсіз. Бұл салада сіз енді ғана бастап жатырсыз. Сондықтан сізде сразу жүрмеуі мүмкін. И осындай моментте и так-то біз тревога, бастадым, мына ісім жүре ме екен, жүрмей ме екен деген сияқты өзіңізге мыңдаған сұрақтар, переживания, осындай болады. Және күнделікті жүрмей жатқан кезде біз больше жаңағы ішіміздегі өзіміздің, поверьте, көбімізде мен бұл істі жасай алмаймын, мен бұл іс менің қолымнан келмейді, мен бұған лайықты емеспін деген сияқты бір восприятияларыңыз болуы мүмкін. Именно осы восприятияларыңыз, когда сіздердің істеріңіз жүрмеген кезде, всегда бітіп бетіне шығып тұрады. Мен саған айттым ғой, сен жасай алмайсың. Мен саған айттым ғой, сенің қолыңнан келмейді деген сияқты жаңағы өзіңіздің қорқыныштарыңыз, үрейлеріңіз, установка убежденияларыңыз сізбен управлять ете бастайды. Представляете, мына жақтан өзіңіздің саудаңыз дұрыс жүрмей жатыр, в то же время сіздің жаңағы ойыңыз сізге маза беріп жатыр. Сол моментте біз не істейміз? Тревогамыз больше көтерілген сайын біз бұл істі істемеуге тырысамыз. И осындай моментте мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, вот болмай жатыр деген сияқты ойлар бізге маза бермеген кезде біз больше хаосқа кіреміз. Біз анық көре алмаймыз, біз анық әрекет ете алмаймыз, и соңында жаңағы бизнеста отырамыз, қаш кеткіміз келеді, жұмысқа келгіміз келмейді, или больше қате жасаймыз, болып жатқан жағдайдан анализ жасамаймыз, сөйтіп бизнесті жабамыз. Мысалы, маған бір ханым келеді, айтады, мен 5 жыл болды дейді, 5 жыл бұрын іс бастадым, сол істі 5 жыл бұрын бастаған кезде мен жасай алмайтыныма 100% сенімді болдым дейді. И сол моментте айтқанымдай жүрмеді, сондықтан мен ол істі жауып тастадым деген сияқты сөзді айтады. Мәселе бұл жерде не? Мәселе бұл жерде сіздің жасай алмауыңызда емес. Мәселе бұл жерде сіздің өзіңіздің восприятие, мен жасай алмаймын деген восприятиеңіз сізді жеңіп кеткенінде. Яғни сен жасай алмайсың, сенің қолыңнан келмейді, сен лайықты емессің деген сияқты восприятияларыңыз сізді бірінші жеңіп кетеді. Сол кезде сіз уже жеңілдім деп не істейсіз? Қашып кетесіз бұл істен. Сондықтан бизнес бастаған кезде, қандай да бір іс бастаған кезде, не болса да мен бұл істі соңына жеткізе аламын, менің қолымнан келеді, мен жасай аламын деген позицияға, восприятияға, осындай убежденияға өту керек. И бұл убежденияға өту, өзіңізден өзіңіз оны просто мен жасай алмаймын деп бүгін екінші күні мен жасай аламын деген болмайды.
Олай болмайды. Ол үшін кәдімгідей оның техникасын білуіңіз керек, оны қалай өзіңізді үйретуіңіз керек, соны білуіңіз керек. Екінші, яғни ұят сезімі. Көбінесе іс бастар кезде кейбіреулерде, например, ақша болмауы мүмкін, да? Немесе жаңағындай саудаңыз жүрмей жатқан кезде біз осындай моментте біреуден жаңағы қарыз алуымыз керек болады. Біреуден немесе жаңағы ісімізді бастау үшін банктен қарыз алуымыз керек болады. Немесе каждый адамға қарыз болып кетеміз. Осы моментте бізге елдің алдында енді мен қалай қараймын, ел маған не дейді деген сияқты. Немесе даже қарыз алмаған күннің өзінде бизнесіңіз жүрмей жатса, сіздің айналаңыздағы адамдар не істей бастайды? Осы ма? Сен осы қатты бір керемет осы сауда жасаймын деп, осы миллионер болайын деп жатыр едің ғой. Түкте жүрмей жатыр ма? Деген сияқты сөзді айтқан кезде біз не істейміз? Біз уже ұят сезіміміз көтеріледі. Даже тағда бір жағдай, например, бір сетевойда істейсіз деп айтақ, или бір продукцияны сату керек болады. Сіз бір жерге сату менеджері болдыңыз. Мысалы, TikTok арқылы, или там Instagram арқылы деген сияқты, или телефонмен деген сияқты, осы жерде сату керек болады. А біз көбінесе жаңағы отказ алудан ұяламыз. Не то, что біз қорқамыз, ал отказ алудан, как это так, маған отказ берді деген сияқты, бізде ұят сезімдері көтеріледі. Именно осы ұят сезімдерін көтере алмағандығымыздан біз көбінесе әрекетке көшпейміз. Тек қана, яғни мен табыс тапқым келеді, мен ақша тапқым келеді, мен әрекетке көшкім келеді деген сияқты. Или мысалы мен қараңызшы, мына жерде видео түсіріп жатырмын. Бұл видео біреу айтуы мүмкін. Не болды, үйіңде отырып алып, өзің осындай үйде отырып алып, ақша туралы әңгіме айтып отырсың ба десе, например, менде ұят сезімі көп адам болатын болса, мен не істеймін? Осы жерде ұялып, келесі жолы әрекетке көшпеуім мүмкін. Да? Или, например, мен деген осы Инстаграмда іс бастағым келеді, бірақ та маркетинг туралы білмеймін, оған ақшам жоқ, немесе рилс түсіргенге ақшам жоқ. Сол кезде мен, например, подружкамнан барып қарызға ақша алуым керек, бірақ та менің намысым жібермейді, мен ұялам, ойбай, не дейді деген сияқты. И осы ұят сезімі бізге көбінесе өте қатты бөгет жасайды табыс табу жолында. Сондықтан бұл жерде жаңағы бірінші айтатын болсақ, восприятиямызбен жұмыс істеу керек болатын болса, екінші өзіміздің ұят сезіммен жұмыс істеу керек болады. Тағы да жұмыс істеу керек бұл өзіңіздің энергиямен, өзіңіздің фокуспенен. Көбінесе, мысалы, өміріңіз хаоста болатын адамдарда бүгінгі күнде, знаете, бизнес деген ол креатив. Бүгінгі күнде бизнес деген ол сен идеялар құруың керек, сен фокусыңды көп бөлуің керек, сен фокусыңды көп беруің керек, да? Бірақ та, когда сен отырып алып, мен егер 44 жыл бұрын мамам маған сөйтпесе, немесе сол менің абысыным маған сондай жасамаса деген сияқты бір өкпенің ішінде отыратын болсаң, сен энергияңды, фокусыңды соған жіберіп жатсың, да? Или жаңағы жертвалық состояниеңа, өкпеңе, фокусыңды, энергияңды сол жаққа жіберіп жатсың. Немесе менің күйеуім неге осы мені түсінбейді, неге осындай, неге мен тек қана осындаймын деген сияқты бір агрессияның ішінде, енеңізге деген агрессия, бір ашудың ішінде отыратын болсаңыз, сіз энергияңызды босына төгіп жатқанмен теңсіз, да? Немесе жаңағы зависть дейміз, то есть біреудің жаңағы жасағанын көтере алмай, қызғанып, кезінде ол да осындай еді ғой, не болып қалды, білмеймін деген сияқты өз-өздеріңізбен өкпе, сонымен бірге көре алмаушылық деген сияқты, или менің қалағанымды ол бірінші жасап қойды деген сияқты бір завистьпен отыратын болсаңыз, көре алмаушылықпен отыратын болсаңыз, энергияңыздың бәрі соған кетеді. И когда сіздің күнделікті сізге берілген психическая энергияңызды контроль жасап, соны өзіңізге керек салаға жібермейтін болсаңыз, даже мысалы үрейдің өзі, мысалы, кредитім келе жатыр, қалай төлесем екен, қалай болады екен, әлі 10 жыл кредитім бар деп, болашақ туралы проблема қай жерде бар? Проблема өткен өмірде, немесе проблема болашақта болады, Осыны ойлау кезінде үрей болады, проблема болады. Ал қазіргі моментте ол сен моменттесің. Бірақ та біз өзіміздің энергиямызды көбінесе сол үрей, өкпе, агрессия деген сияқтыларға, ұят сезімі деген сияқты жертвалық состояние, осыларға көп жұмсаймыз. Сондықтан бізде қазіргі күнде креативная болуға, өз саламыздың қалай больше
қызықты жасауға осыған ешқандай да уақытымыз жетпейді, энергиямыз жетпейді. Содан кейін шаршап кешке жақын жаңағы ойлап кешке жатамыз, кешке жатып тағы да ойлаймыз түнгі 3-ке дейін, 5-ке дейін не болады деген сияқты. Одан бөлек жаңағы дисциплина жетпейді. Біз көбінесе жаңағы TikTok, Instagram, қаз міне 1-2 минут деген сияқты энергиямыздың барлығын осыларға жібереміз. Сондықтан бұл жерде именно эмоциялар, сіздің энергияңызды алатын эмоция сезімдерменен міндетті түрде жұмыс істеу керек. Одан кейінгі айтатыным, например, болашақты контроль жасау. Көбісі іс бастамайды. Қараңызшы, біздің мынаны айтқым келеді, біздің бүгінгі күніміз болашағымызды решать ете ме? Немесе болашағымыз бүгінгі күнімізді решать ете ме деген сұраққа былай жауап бергім келеді. Біздің болашақ жайлы восприятиеміз, қабылдауымыз біздің бүгінгі күнімізді решать етеді. Егер біз бұл бизнесті қазір жасай алмай қалсам не болады, қарызға кіріп кетсем бәрі маған күледі ғой, вдруг елдің бәрі не Инстаграмда и так бұндайды сатып жатыр, менен точно біреу алатынына мен сенімді емеспін, қаншама ақша салам, одан кейін ол шықпай қалса, TikTokқа таргетке рекламаға ақша салсам ертең қайтпай қалса деген сияқты жаңағы болашақ туралы восприятиеңізді, болашақты контроль жасауға тырысатын болсаңыз, сіз бүгінгі күнде ол әрекетті жасамайсыз. Сіздің психикаңыз автоматты түрде сізге әрекетке көшуге бөгет жасайды. Сондықтан бұндай болмау үшін ең бірінші болашақты контроль жасауды доғару керек, және Құдай позициясында болуды доғару керек. Яғни бағанағы бірінші айтқан пунктті восприятияны өзгерту бұл өте маңызды. Сонымен бірге болашақты контроль жасауды доғару керек. Одан кейін бүгінгі күнде біз көбінесе жалталақтап жүреміз. Ананың сөзіне мән беріп, мынаның сөзіне мән беріп, айналамызға, яғни біз туралы. Поверьте, бизнес бастаған кезде сіздерде міндетті түрде күлетін адамдар болады. Қандай іс бастасаңыз да, ютубты бастайсыз ба, білмеймін, жаңағы тиктоктан сата бастайсыз ба, не істесеңіз де сізге күлетін адамдар болады, сізді сынайтын адамдар болады. А сіз өміріңізде сол адамдардың барлығын ортаға қойып, өзіңізді жаңағы шетке шығарып тастайтын болсаңыз, яғни өзіңіздің өміріңізде өзіңіз жоқ болатын болсаңыз, онда сізге әрекет ету, іс бастау өте қиын. Анау не дейді, мынау не дейді деп жүргенменен іс бастау өте қиын. Сондықтан қараңыздар, көптері айтуы мүмкін, мен қалай ақша табам, мен қалай табыс табам деген сияқты ой болады да. Бұл жерде осының бәрімен жұмыс істеу керек. Сонымен бірге, например, қателік жіберу. Мысалы, жаңағы айтқанымдай, бір әйел маған айтады. Мен дейді, бизнес бастағым келеді дейді. Мен айттым, сіз бірдеме жасадыңыз ба уже өміріңізде? Айтады, мен осыдан 5 жыл бұрын магазин ашқанмын. Одан кейін жүрмей қалды. Содан кейін болды, мен ештеңке жасаған жоқпын. Неге? Өйткені мен жасай алмағаным үшін өзім жаңағы жыным ұстады, барлығы маған күлді, одан кейін мен өзіме күлдім. То есть адам барлығынан бұрын, егер өзі сенімді болмаса, ол өзіне тоже күледі и әрекетке көшпейді. То есть жіберген қаржылық бір қателігі болуы мүмкін, маркетинг жағынан, басқа бір жағынан, бірақ та соны қолына флаг қылдырып алып алады да, яғни мен когда-то қателік жасадым, енді мен никогда бұл салаға кірмеймін, бұны қайтадан жасамаймын, потому что қателікте адамдар именно әрекет етуден емес, сол әрекет еткен кезде жіберетін қателігінен қорқады больше. Яғни жіберетін қателігінен, сол қателіктен кейінгі сезімдерді, ұят сезімі, білмем, кінәлау сезімі, өзін-өзі жаңағы, вот ты такая дура, ненормальная деген сияқты өзін-өзі төмендету, осылардан қорқады. Соны сезбеу үшін бүгінгі күнде әрекетке көшпей отырады. Бірақ та түсініңіздер, что сіздер бүгінгі күнде сол сезімдерді сезінбеу үшін, сол жаман сезім деп айтайықшы, да, неприятное чувство, да, мысалы, ертең қателік жіберіп жатсаңыз, это неприятное чувство. Ертең, например, сізге біреу күліп жатса, это неприятное чувство, да. Ертең сіз ойлағандай болмай жатса, это неприятное чувство. Осы чувстволарды сезінбеу үшін
адамдар не істейді? Бүгінгі күнде әрекетке көшпей отырады. Бірақ та, когда сіздің ішіңізде амбиция бар, когда сіз оны қатты қалап тұрсыз, қаншалықты сіз о жаққа барып осы сезімді сезінгіңіз келмесе де, мына жерде отырып сіз ол сезімнің больше жаман сезімдерді сезінесіз, потому что сіз әрекетке көшпей отырсыз, сізде уже гештальт ашылды, сізде амбицияңыз бар, прям сіз қалап тұрсыз, мына жақтан прям шыққысы келіп тұр желаниялар, мына жақтан сіз басып былай, нет, шықпайсың деген сияқты, оны прям басасыз. И осыдан получается сізге от этого лучше не становится. Содан не болады? То есть агрессияңызды дұрыс салаға жібермегеніңізден, ұят сезіміңізден, проработка жасамағаныңыздан, осылардың бәрінен сіздің өз-өзіңізге аутоагрессия дейді. Аутоагрессия деген не? Каждый раз өзіңізге, вот, сенің қолыңнан келмейді, біреуге зависть арқылы өзіңізге жынданасыз, біреуді көре алмау, смотри, анау жасап жатыр, ал сен жасап жатқан жоқсың, вот ты дура деген сияқты. Өзіңіздегі жаңағы комплекс никчемности, я неполноценная, я ничего не знаю, чувство ничтожества, ничто не знаю деген сияқты, например, мен жасай алмаймын, беспомощностьті одан сайын өзіңізге прям подкреплять етесіз, прям все, мен осындаймын деген сияқты. Каждый раз әрекеттен қашу арқылы сіз больше өзіңізге аутоагрессияңызды көтересіз, яғни өз-өзіңізге деген агрессияңызды. Өзіңіз жаңағы айтқанда беспомощная бола бастайсыз, өзіңізді ничтожество санайсыз. Когда сіз өзіңізді беспомощная санаған кезде, сіз автоматты түрде басқа біреуден тәуелді боласыз, күйеуіңізден, не то, что бұл уже махаббат или что-то, а просто мен онсыз күн көре алмаймын деген сияқты, басқалардың ойымен жүру, больше олардың ойымен жүресіз, потому что қой мен осының айтқан жасайын, ертең маған осы көмектеседі деген сияқты тәуелділікке түсесіз, даже жасағыңыз келмесе де жасайсыз, сөйлескіңіз келмеген адаммен де сөйлесе бастайсыз, сыйлағыңыз келмеген адамды да сыйлай бастайсыз, потому что тәуелділік басталады. Сондықтан бұндай жағдайда не істеу керек? Бағанағы айтқан сияқты өзіміздің ең бірінші восприятиямызбен жұмыс істеуіміз керек. Өзіміздің ұят сезімімізбен жұмыс істеуіміз керек. Өзіміздің жаңағы басқа да эмоцияларымыз, агрессиямыз. Агрессия, например, здоровая агрессия бар, нездоровая агрессия бар. Көптеріңізде нездоровая агрессия, это когда сіз күйеуіңізге жынданасыз, неге ол өйстіп жасамайды, неге менің шашым жасатқанға ақша бермейді, неге ақшасын маған алып келмейді, мен оның балаларын қарап отырмын ғой деп, немесе балаңызға ұрсу, немесе жаңағы енеңізбен алысу, это все как бы нездоровая агрессия. А есть здоровая агрессия. Өзіңіздің агрессияңызды, мықты энергияңызды қалай дұрыс руслоға жіберу керек, осыны түсінуіңіз керек, өзіңізді кешіре білуіңіз керек. Сонымен бірге, мысалы, жаңа айтқанымда, сіз бір іс бастаған кезде өте әлсіз боласыз. Ол моментте, например, өмірде көп қателіктер жіберуіңіз мүмкін, жасаған ісіңіз оңға баспауы мүмкін, осы жерде өзіңіздің другая сторона, былай айтқан кезде теневая сторонаңызды қабылдауды үйренуіңіз керек, а көбісі сол өзінің теневая сторонасын қабылдай алмайды. Осылардың бәрімен жұмыс істеу керек. Енді қалай жұмыс істеймін дейтін болсаңыздар, мен сіздерді өзімнің өз-өзіме терапия деген курсыма шақырамын. Бұл жерде бұл курс кім үшін? Бұл курс сіздер именно өзін әрекетке, активацияға көшкісі келетін адамдар үшін. Яғни сіз, мысалы, бір целіңіз бар, мақсатыңыз бар, бірақ та қазіргі күнде үрей, қорқыныш, жаңағы агрессияңыз бар, ұят сезіміңіз көп, өзіңізді кінәлай бересіз, не знаю, өзіңізді неполноценный сезінесіз, өзіңіздің түріңізді қабылдай алмайсыз, осылардың барлығымен жұмыс істейтін, қазіргі күнде 18 сабақтан тұратын өз-өзіне терапия курсы. Бұл курсты оқығаннан кейін сіздер уже мына жерлеріңіздің бәрін тазалап тастайсыздар. Бүгін маған бір сұрақ келеді, мен өзімнің миссиямды қалай тапсам болады деп. Знаете, или мысалы мынандай сұрақ келеді, мен өзімнің сүйіктісімді қалай тапсам болады деген сияқты. Сүйіктісіңізді тапсаңыз, не болады деп сұраймын ғой. Сол кезде мен ол жұмысты жасаудан ұялмайтын болам, мен ол жұмыста қиналмаймын, мен ол жұмысты легко жасайтын болам деген сияқты сөздерді айтады. Бірақ та это не так. Ол өзінің осы комплекстар туралы, ол өзінің жаңағы самооценка шкапурасының жоқтығы туралы айтады. И когда ол адам өзінің осы бүткіл
жаңағы ұят сезіммен, кінәлау сезіммен, агрессиясымен, восприятиясымен, барлығымен жұмыс істеп проработка жасағаннан кейін, ол уже қандай істі бастаса да, хоть қандай істі бас. Главное, нарықта бар іс, иә? Мысалы, психолог бол, мобилограф бол, Қытаймен бизнес жаса, білмеймін, тиктокқа шығып бірдемелер сат, қандай іс жасасаң да, сен оны алып кете аласың. Потому что бұдан кейін сен уже психологически бәріне дайын боласың, и саған тек қана керегі жаңағы инструменттерді қолдану. Яғни, мысалы, сетевой болса, сетевойды дамыту үшін, Қытаймен бизнес болса, соның инструментін, мобилограф болса, қалай мобилограф болады, иә? Соларды үйреніп аласың да, и все, ары қарай, мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, ел не дейді екен, қалай болады екен, мынандай шешім қабылдау кейбіреуі из-за того, что болашақ туралы қатты жаңағы білгісі келгеннен, күмәндана беретінен, не істейді, шешім қабылдаудан қорқады. Ал сіз бұл курстан кейін сізге шешім қабылдау тез болады. Одан кейін өміріңізде өзіңізді бірінші тыңдайтын боласыз. А не то, что күйеуім не дейді екен, анау не дейді екен, мынау не дейді екен дегенді доғаратын боласыз. Бұл, конечно, жаңағы сонда қалай ол деп ойлауыңыз мүмкін. Сіз өзіңіз осы өз-өзіңе терапия сабағын көрген кезде түсінетін боласыздар. Сондықтан, егер бүгінгі күнде әрекетке көше алмай жүрсеңіз, жауапкершілік алудан қорқып жүрсеңіз, үрей, қорқыныш, осындай сезімдер прям бойыңызды баурап алған болса, содан қалай арылатыныңызды білмей жүрсеңіз, иә, бір әрекетке көшіп табыс тапқыңыз келеді, бірақ та әлі тоқтатып жүрсеңіз, онда бірінші осы курсты алыңыздаршы. Даже кейбіреу айтады, мен қаншама курстар алдым, оқымаймын дейді да. Бұл мәселе ол курстың өзінен емес, ол курсты түсінбеген емес. Біріншіден, ол аяқтау үшін бастамайды ол курсты. Ол бастар кезде ол білет, что мен бұл курсты до конца жеткізбеймін, потому что оның восприятиясы бар. Мен лайықты емеспін, мен бұл курстан бай болуға сенімім жоқ деген сияқты өзінің восприятиясы бар. Именно сол восприятиямен жұмыс істеу керек та. Поэтому ол курсты оқымайды ары қарай. Немесе жаңағы курсты мен тез арада үйреніп алуым керек деген сияқты бір восприятиясы болады. Или жаңағы бұл курс, яғни менің біраз ғана уақытымды алу керек деген сияқты өзінің бір восприятиясы болуы мүмкін да. Безответственность, понимаете? Содан ол курстардан нәтиже көрмейді. Ал өз-өзіңе терапия курсында сіз прям өзіңіздің күнделікті жасап жүрген әрекетіңіздің неге осылай жасап жатсыз? Неге сіз то есть бүгінгі күніңіз, иә, бүгінгі күніңіз бұл уже сіздің нәтижеңіз. Бұл уже сіздің мақсатыңыздың нәтижесі. Бірақ түп санадағы ол туралы өзіңе терапия курсында айтылады. Сіздің мақсатыңыз бүйтіп картаға бірдемелер жазуыңыз мүмкін, иә, карта желанияға. Бірақ та ол сіздің мына жерде рационально, яғни ойменен қалауларыңыз. А сіздің подсознаниеңізде мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен лайықты емеспін деген, или мен бұл курсты оқысам да мен все равно бай болуға лайықты емеспін деген сияқты өзіңіздің восприятияңыз бар болатын болса, иә, онда сіз бүгінгі күнде өзіңіздің қараңызшы жағдайыңызға. Сізге ұнай ма? Ұнамаса, значит, сіз восприятияңызбен жұмыс істеуіңіз керек. Көбісі оған мән бермейді. Самое главное осы. Мынандай сөз бар, результат равно цель деген. Яғни сіздің бүгінгі күнгі нәтижеңіз, ақшаңыз жоқ болса, білмеймін жаңағы, ештеңке жасамай отырсаңыз, өзіңізді унижать еткеннен басқа ештеңке, бұл сіздің на самом деле түп санаңыздағы, бұл сіздің мақсатыңыз, бұл сіздің түп санаңыздың мақсаты. Сондықтан ең бірінші түп сананы ауыстыру керек. Понимаете? Я ничтожество, я какая-то не такая, я не заслуживаю жаңағы жақсы ақшаны, мен біреуге білім беруге лайықты көрмеймін өзімді. Қайда маған ондай көп ақша, мен бұндай ісім үшін көп ақша маған ешкім төлемейді деген сияқты ойларыңыз, восприятияңыз болса, пожалуйста, нәтижеңіз де бүгінгі күніңіздің нәтижесі де сол. Сондықтан ең бірінші өз-өзіңе терапия курсы сіздің мына түп санадағы убеждение, установкаларыңызбен, восприятияңызбен, осының бәрі бір сөз негізі, осыларыңызбен жұмыс істейсіздер. Понимаете?
осымен жұмыс істейсіздер, өзіңіздің сезімдеріңізді табасыз, жаңағы ұят сезіміңізбен жұмыс істейсіз, агрессияңызбен жұмыс істейсіз, құдай позициясында болашақты контроль жасауды доғарасыз, телаңыздағы үрей, адамдарда теласында не болса да мен қорқақтанып тұрамын, теласындағы үрейін табатын болады, вообще үрейдің өзімен жұмыс істейтін болады. Вот осылардың бәрімен жұмыс істеу арқылы және өзін қабылдай алмай жүрген адамдардың бір ғана 23 минуттық медитация арқылы, бұл деген бір анандай Будда бірдеңке емес, бұл қарапайым сөзбен айтылған, өзіңді қабылдау, Алла тағаланың аты қосылған медитация, яғни осыны тыңдау арқылы, сөздер арқылы, тыңдау арқылы сіздер өздеріңіздің телаңызды қалай жақсы көріп кеткеніңізді байқамай қаласыз. Мен семізбін, мен өзімді жек көремін, мен осындаймын дейтіндер, пожалуйста, осыны тыңдау арқылы просто өздеріңіз қалай 23 минуттан кейін қалай өзіңізді жақсы көріп, өзіңіздің телаңызға қалай благодарна болғаныңызды байқамай қаласыз. Сондықтан сіздерді өз-өзіңе терапия курсына шақырамын. Келіңіздер, оқыңыздар, білім алыңыздар.